Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай креветки мен паста жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауын басып қойыңыздар. Ең алдымен осылай креветкиларымыздың сыртындағы қабығын ашып, жуып тазартып аламыз. Сосын бөлек ыдысқа су қайнатып, спагеттиларымызды салып пісіріп аламыз. Спагеттінің кез келген түрін алсаңыздар болады, одан дәмі өзгермейді. Дәміне қарай тұз қосамыз. Екінші ыдысымызға май құйып қыздырамыз. Бізге қуыруға пияз, чеснок, сосын осындай помидор қажет болады. Барлығын видеода көрсетілгендей турап аламыз. Ең алдымен пиязымызды қуырып аламыз. Сосын оған чеснокты майдалап турап, немесе осылай пресстен өткізіп қосамыз. Сосын креветкемізді саламыз. Креветкиларымызды қуырамыз, сосын дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ең алдымен тұз қосамыз, сосын қара бұрыш қосамыз, және де сушеный осындай базилик болады, кептірілген түрі, содан саламыз. Помидорымызды саламыз. Піскен спагеттимізді осылай салқын сумен шайып аламыз. Креветкиларымыздың үстінен осындай аскөк қосып араластырамыз. Сосын үстінен шамамен 200 мг сливки құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын сливкиіміз қоюланғанша пісіреміз. Шамамен 5 минутта қоюланады. Міне сливкиіміз қоюланды, енді оның үстінен спагеттимізді салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей кешкі тамағымыз жарты сағатта дайын болды. Өте керемет дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған осы теңіз өнімдері өте қатты ұнайды. Әсіресе осы креветки, семга дегендері. Айтпақшы, менің каналымда семгадан жасалған стейктің рецептісі бар. Оның ссылкасын жоғарыға қалдырып кетемін. Міндетті түрде көріңіздер. Ол да өте керемет дайындалады. Жұмсақ, сондай сочный болып шығады. Видеома лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.